Мен сүйем ерікті еркін таудың құсын, сайрасатын төрт бөліп түн ұйқысын. Мен сүймес дүниеде еш нәрсе жоқ, сүйемін табиғаттың барлық күшін. Биыл қазақтың бас ақыны Қасым Аманжоловтың туғанына 110 жыл толып отыр. Ол 1911 жылы 10 қазанда қазіргі Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы Қызыл Арай қыстауында дүниеге келген. Әке-шешеден жастай жетім қалып, біраз жыл ағасының қолында өседі. Ес білген соң туған ауылында жаңадан ашылған ауыл мектебінде оқып, сауатын ашады. 1924 жылы Семей қаласындағы интернатта білімін жалғастырады. Қасым онда 1927 жылға дейін тәрбиеленіп, одан әрі 3 жыл Семей мал-дәрігерлік техникумында оқиды. Алғашқы өлеңдерін осы кезде жаза бастаған. 1930 жылы Алматыға келіп, біраз уақыт Лениншіл жас газетінде жұмыс істейді. 1931 жылы Ленинградтағы орман шаруашылығы институтына түседі. Бірақ денсаулығына байланысты елге оралып, Орал қаласында екпінді құрылыс газетіне қызметке орналасады. Осы жерде ең алғашқы алаулаған махаббат туралы жалынды жастық жайындағы жырларын дүниеге әкеледі. 1938 жылы тұңғыш өлеңдер жинағын «Өмір сыры» деген атпен жарыққа шығарады. 1939-1940 жылдары ақынның өсу жолындағы елеулі кезең болды. Нар тәуекел, Бурабай толқындары, Дауыл, Көкшетау, Орамал, Сұлтан Махмұт туралы баллада, Өз елім, Ғашық едім қайтейін сияқты ерекше сипатқа ие керемет туындылар жарық көреді. Сондай-ақ Құпия қыз, Бикеш атты алғашқы поэмаларын жазады. Қасым Аманжолов тек лирик емес, сонымен қатар ірі эпик ақын. Дүние қандай жап-жарық, сақып жамал, күйім тасып барады, күйім тасып атты өлеңдері Қасымның нәзік лирикасын танытса, ақын өлімі туралы аңыз, боран, жамбыл тойында атты поэмалары оның эпиктігінің дәлелі. 1941 жылы Қасым Аманжолов армия қатарына шақырылады. Қанды майданда жүріп, Орал, Сары Арқа, Байкал өтіп бара жатырмын. Елге хат, ұлы күтіс, үстімде сұр шинелім, дариға сол қыз, тағы да басқа хрестоматиялық өлеңдері дүниеге келеді. Майданнан оралғаннан кейін Қасым журнал редакцияларында жұмыс істейді. Сол жерде Достар, Туған жер, Құрбыма, Сауыншы жеңгейдің жыры, Домбыра, тағы да басқа көркемдігі жоғары өлеңдер жарық көреді. Ақын 1947 жылдан бастап сырқатқа шалдықса да, Біздің дастан поэмасын бастайды. Лермонтовтың Маскарад драмасын, Твардовскийдің әйгілі Василий Теркин атты ұзақ та күрделі поэмасын өте шебер аударады. 1948 жылы Дауыл, Нұрлы дүние жинақтарын шығарады. 1952 жылы таңдамалы шығармалар жарық көреді. 1954 жылы Өзім туралы толғауын аяқтайды. Қасымның өлеңдері Гроза деген атпен 1946 жылы, Стихи деген атпен 1949 жылы орыс тілінде жеке кітап болып басылады. Қасым Аманжолов ұзаққа созылған науқастан 1955 жылы қаңтардың 17-сінде қайтыс болады. Өмірден ерте кеткенімен Қасымның мәңгі жасайтын асыл жырлары қалды. Сол жырлары ақынның атын өлтірмейді. Қазақтың ұлттық ақыны атты тақырыппен абонемент бөлімінде ақынның шығармашылығына арналған кітап көрмесі ұйымдастырылды. Көрме сөресіндегі таңдамалы шығармалар жинағы. Бұл жинақта ақынның жас ұрпақты ертеңге сергек көзбен қарауға үндейтін жырлары енгізілген. Дариға сол қыз. Бұл жинаққа ақынның туған жер, ата-ана, достық пен махаббат, қан майданды, бейбітшілік өмірді шынайы сезіммен жырлаған жырлары еніп отыр. Қасым Аманжолов
ақынның 90 жылдық мерейтойына орай қызы Дариға Аманжолованың құрастыруымен шығарылған кітап. Бұл кітап ақынның қызметтестерінің, замандастарының, туыстарының естеліктерінен тұрады. Артына мол мұра қалдырған аяулы ақын туралы айтылар сөз, жазылар жыр, ақталар сыр аз емес. Өмірден ерте өткенімен ақынның адал, шыншыл мінезі өзімен бірге өлген жоқ. Тамаша өлеңдерінде жүр.